Магний бұл элемент біздің ағзамызда болып жатқан 300-ден астам процестердің қатысушысы болып табылады. Егер сіздің организміңізге магний жетіспесе, онда мынандай белгілер көрінеді: тез ашуланшақтық, стресс, депрессия, ұйқысыздық, тез шаршап қалу, бұлшықеттердің спазмы мен ауырсынуы, бастың жиі ауруы, іш қатулар кездеседі. Магний жетіспесе, тағамнан алынған қант энергияның орнына майға айналады. Ол ең қажет емес жерлерге тез жиналады. Осы себепті магний жетіспесе де сіз артық салмақ қосып алуыңыз мүмкін. Одан кейін магний кальциймен қосылып сүйек тінінің, тіс эмалінің қалыптасуына және нығаюына қатысады. Сондықтан оның жетіспеушілігі сүйектердің сынғыштығы және остеопороз бен кариестің даму қаупін тудырады. Табиғи жолмен магнийді қандай өнімдерден ала аламыз? Бірінші, какаода 400-420 мг. Асқабақтың дәнінде 520 мг бар. Күнжіт пен күнбағыс дәнінде 370 мг. Бананда 35 мг, фундукта 140 мг, сиыр етінде 20 мг, миндальда 260 мг, петрушка, укроп, пиязда 190 мг, гречкада 230 мг, овсянкада 130 мг магний кездеседі. Сонда ең көбі какао, асқабақ дәні, күнжіт, күнбағыс дәндерінде тәуліктік дозаны қамтиды. Бұл өнімдердегі магнийдің мөлшері өңдеуге және дайындау әдісіне байланысты болады. Стресс, алкоголь, кофе, майлы тағамдар магнийдің сіңуін нашарлатады. Магнийдің біздің ағзамызға әсер етуіне қарай бірнеше формалары, бірнеше түрлері бар. Магнийдің хелатты формалары, оған магний глицинаты, магний трионаты, магний лизинаты, магний таураты, магний арататы жатады. Ал қышқылды магнийлерге аспартат, малат, цитрат және пикалинат жатады. Тұздарына оксид, хлорид, сульфат, фосфат жатады. Бұлар ағзаға ішке қабылдағанда сіңімділігі нашар болады, ал ваннаға арналған тұз ретінде қабылдауға болады. Ең қауіпсіз және биожетімділігі жоғары түрі ол хелатты формалары. Енді әсер етуі бойынша ашып талдайық. Бірінші, магний глицинаты. Ол ұйқыны жақсартуға және әртүрлі қабыну жағдайларын, соның ішінде жүрек ауруы мен қант диабетін емдеуге арналған. Магний трионаты. Ұзақ және қысқа мерзімді есте сақтау қабілетін жақсартады, ми мен жүйке жүйесін нығайтады. Магний таураты. Тәттілерді және түнгі тамақты артық жеуге құмарлықты азайтады, қан қысымын төмендетеді, бауырдың детоксикациясының екінші фазасына көмектеседі, бас ауруын басуға көмектеседі. Магний арататы. Жүрек ырғағының бұзылуында қолданылады. Магний цитраты. Іш қатуды және өт бөлінуінің бұзылуын жақсартады. Магний малаты. Бұлшықеттердің ауырсынуын жеңілдетеді, созылмалы шаршау және депрессияны жеңуге көмектеседі. Магний оксиді. Қыжыл немесе ас қорыту бұзылыстарында қолданылады. Ол ішек арқылы нашар сіңеді, бірақ сүйек сынықтары мен остеопороз кезінде бұл форманы ұзақ уақыт қабылдау денеде кальцийді тез қалпына келуіне мүмкіндік береді. Магний сульфаты немесе эпсом тұзы деп аталады. Ваннада тері арқылы сіңу үшін қолданылады. Ауыз арқылы қабылдағанда ол күшті іш жүргізетін әсерге ие. Әйгілі өт айдағыш тюба жасайтын тұзымыз осы магний сульфаты. Одан кейін магний хлориді, бишафит. Негізінен ванна тұзы ретінде қолданылады. Бұлшықеттерге жақсы сіңеді. Ол гельдер, сабындар, майлар, лосьондар түрінде шығарылады.
стрессті жеңілдетеді, төзімділікті арттырады, иммундық жүйені нығайтады және теріні жұмсақ етіп нәрлендіреді. Осы белгілеріне қарай өзіңіз магнийдің түрлерін таңдап алуыңызға болады. Магнийдің ағзаға керек дозасы 6 жастан 12 жасқа дейін 300 мг, ересектерге 400 мг, ал бала емізетін және жүкті әйелдерге 450 мг күнделікті ағзаға түсіп отырғаны дұрыс. Магнийді В6 витаминімен бірге қабылдаса, жақсы сіңеді. Және магнийді кальциймен бірге қабылдауға болмайды. Олар бір-бірінің сіңімділігін азайтады. Егер сізде магний жетіспеушілігі болса, онда 1-3 ай бойы үзбей ішуге болады. Егер тек профилактикалық мақсатта қабылдағыңыз келсе, онда курс бойынша, яғни 1-2 ай ішесіз, 1 ай үзіліс жасап, солай қабылдаған дұрыс. Магнийді тәуліктің қай уақытында ішу керек? Ол магнийдің сіз қабылдайтын түріне және мақсатына байланысты. Сіз магнийді кешке жақын немесе ұйқының алдында қабылдайсыз. Егер сіз ұйқыны жақсартқыңыз келсе, немесе жүйке жүйесін тыныштандырғыңыз келсе, оған магний глицинатын, цитратын, тауратын аласыз. Олар стрессті азайтады, тыныш ұйқыға көмектеседі, ұйқысыздық пен мазасыздыққа қарсы тиімді әсер көрсетеді. Егер сіз магнийді таңертең немесе күндіз қабылдайсыз, ол шаршауды басу, бұлшықеттің ауырсынуын немесе энергия тапшылығын азайту үшін керек. Оған магний малаты жатады. Ол энергияны арттырады, созылмалы шаршауға көмектеседі. Физикалық белсенділікке дейін немесе кейін қабылдасаңыз, бұлшықеттерге жақсы әсер етеді. Магнийді егер тамақпен бірге қабылдайтын болсаңыз, ол асқазанға жеңіл болады, жақсы сіңеді. Кейбір адамдар аш қарынға қабылдағанда іш жүргізуі мүмкін, немесе асқазанда жайсыздық тудыруы мүмкін. Магний цитратын, оксидін тамақпен бірге ішу ұсынылады. Кешке таман немесе таңертең, егер іш қатуға қарсы магнийді қолданғыңыз келсе, осы уақыттарда қабылдайсыз. Бұл кезде сізге магний цитраты немесе магний оксиді көмекке келеді. Олар ішекті жұмсартып, іш қатуды жояды. Таңертең аш қарынға қабылдасаңыз, олар іш жүргізуі мүмкін. Магнийді артық мөлшері қауіпті, яғни 600 мг-нан артық қабылдап қойсаңыз, онда сізде жанама әсерлер болуы мүмкін. Іш өту, диарея, жүрек айну, құсу, қан қысымының төмендеуі болуы мүмкін. Ал бүйрек ауруы бар адамдар магнийдің қоспаларын сақтықпен қолданған дұрыс.